Біздің саясатымыз бен экономикамыз құлдырап қалғанын білесіздер. Ел ішінде қобалжу менен түсініксіздік жағдай орын алды. Ішкі жалпы өнім 2 есе қысқарды. Азық-түлік пен халық тұтынатын тауарлардың тапшылығы айқын сезілді. Бір мезетте ірі зауыттардың бәрі тоқтап қалды. Дүние төңкеріліп кеткендей көрінді. Бұл сынақ болатын. Біз ол сынақтан сүрінбей өтіп, дамудың қазақстандық жолын салуға белсене кірісіп кеттік. Біздің 3 тұғырлы міндетіміз болды: нарықтық экономика құру, тоталитарлық идеологиялық жүйені бұзу және қоғамның барлық институттарын жаңғырту болды. Біз мұны заманауи демократиялық мемлекет Қазақстан Республикасын құру үшін жасадық. Біз әлсіз экономикамен және жағдайы жоқ азаматтармен демократиялық институттар қалыптастыру мүмкін болмайтынын түсініп, экономиканы дамыту және азаматтардың әл-ауқатын арттыру ісіне баса мән бердік. Соның нәтижесінде экономикасының көлемін 15 есе, халықтың табысын 10 есе доллармен есептегенде арттырып, кедейшілік деңгейін 10 есеге жуық немесе 3%-ке жақын қысқарталдық. Біз 2007-2012 жылдардағы ауқымды әлемдік қаржы дағдарысын қоса алғанда, кездескен қиындықтардың бәрін ешкімнің көмегінсіз және табысты еңсере білдік. Қазақстан аграрлы экономикадан өнеркәсіптік сервистік экономикаға өтті. Елді индустрияландыру және урбанизациялау процесі жүріп жатыр. Шикізат секторына әлемнің ірі инвесторлары келді. Соның арқасында мұнай-газ секторындағы күрделі жобаларды жүзеге асырылды. Шикізат ресурстары есебінен қазақстандықтардың болашақ ұрпағы үшін қор құрылды. Қазақстан жаһандық экономиканың ажырамас бөлігіне айналып отыр. Инвестиция тартып, әлемнің барлық дерлік елдерімен сауда-саттық жүргізіп келеміз. Еліміздің жаңа инфрақұрылымдық деңгейге бой көтерді. Елдің барлық өңірін автомобильмен, жолдармен темір жол желісі байланыстырды. Ал авиация маршруттары әлемнің түкпір-түкпіріне баруға мүмкіндік беріп отыр. Қазақстан тек аумағы жағынан ғана ірі мемлекетке айналған жоқ. Бүгінде азаматтарымыздың саны 18 миллионнан асты, ал 20 миллионға жететін күнде алыс емес. Біз әлемдегі озық дамыған елдің қатарына қосылдық. 2050 жылға дейінгі даму бағдарламасы әзірленді. Мақсатымыз озық дамыған 30 елдің қатарына ену. Біз қираған КСР-ның орнында заманауи нарықтық экономикасы бар табысты Қазақстан мемлекетін құрып, көп ұлтты және көп конфессиялы елімізде бейбітшілік пен тұрақтылықты қалыптастырдық. Көп ғасырлық тарихымызда алғаш рет Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтық тұрғыдан мойындалуын қамтамасыз еттік. Мемлекет ретінде бедерленбеген Қазақстанды әлем қартасына енгіздік. Біздің өз туымыз, әнұранымыз, елтаңбамыз бар. Біз 90-шы жылдардағы ең күрделі кезеңде болашақ бағдарламасы бойынша мамандар даярлау ісін қолға алдық. Жастардың лайықты білім алып, әлемдік тәжірибені зерттеуіне мүмкіндік туғыздық. Сондай-ақ олардың елімізге өз пайдасын тигізуіне жол аштық. Жаһанды дағдарыс жайлағанда қарамастан біз Астанада әлемдік деңгейдегі университет ашып, зияткерлік мектептер салдық. Егемендікке ие болған жылдарда дүниеге келген жастарымыз мемлекет қамқорлығын бағалай біледі деп сенемін. Олар тәуелсіз Қазақстанның түлеп ұшқан жас қырандары, жас ұрпағымыз. Жастардың елімізді қорғап, оны нығайта түсетініне, өздерінің бар білімі мен күштерін отанымызды өркендетуге жұмсайтынына мен кәміл сенемін. Еліміздің тарихында алғаш рет өз елордамызды тұрғыздық. Астана барлық жетістіктеріміз бенен жеңістеріміздің жарқын көрінісі. Осының бәрін сіздермен бірге жасадық, құрметті қазақстандықтар, құрметті ағайындар, құрметті елім. Осы жылдарда өткен барлық сайлауларда сіздер маған сенім артып, бастамаларыма қолдау білдірдіңіздер. Маған ұлы халқыма, туған жеріме қызмет ету бақыты бұйырды. Баршаңызға, барлық халқыма зор ризашылығымды білдіріп, басымды иемін. Осындай қолдаудың
сенімнің, сіздердің сенімдеріңіздің ақтау үшін мен бар күш жігерімді, денсаулығымды, уақытымды аямай адал қызмет еттім. Өздеріңіз білесіздер, заңдарымызға сәйкес мен тұңғыш президент, елбасы, ұлт көшбасшысы мәртебесіне ие болдым. Елеулі өкілеттігі бар қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде қызмет ете беремін. Нұр Отан партиясының төрағасы, конституциялық кеңестің мүшесімін. Яғни өздеріңізбен бірге боламын. Еліміздің, халқымыздың қамы менің мүддем болып қала береді. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы ретіндегі алдағы менің міндетім басшылардың жаңа буынының билікке келуін қамтамасыз ету. Олар елімізде жаңғырту процестерін жалғастыратын болады. Қазақстандағы билік сабақтастығы конституциялық тұрғыдан реттелген. Президенттің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, оның өкілеттігі қалған мерзімі аяқталғанға дейін Сенат төрағасына беріледі. Содан кейін жаңа президент сайлауы болады. Қазір өздеріңіз білесіздер, парламент Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Оны сіздер жақсы білесіздер. Ол Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының түлегі, ғылым докторы, ағылшын және Қытай, француз тілдерін еркін меңгерген, басшылық лауазымдарда қызмет етіп, мол тәжірибе жинаған. Еліміздің сыртқы саясатының қалыптасу жылдарында сыртқы істер министрі, премьер-министрдің орынбасары және премьер-министр, Сенат төрағасы болды. Елімізді оның экономикасы мен саясатын жетік біледі. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары болып жұмыс істеді. Бұл оның дипломат ретіндегі сіңірген еңбегінің және Қазақстанға деген сенім жемісі еді. Ол Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап менімен бірге жұмыс істеп келеді. Мен оны жақсы білемін. Ол адал, әрі жауапкершілігі жоғары азамат. Еліміздің ішкі және сыртқы саясатын жан-жақты сезінеді. Ол барлық бағдарламаларды әзірлеуге және қабылдауға атсалысты. Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстанды басқаруға нағыз лайықты азамат деп сенемін. Құрметті отандастар, біз әлемнің бір орында тұрмай үнемі өзгеріп жатқанын бәріміз көріп отырмыз. Жаңа мүмкіндіктермен қатар жаһандық жаңа технологиялық, демографиялық сын қатерлер туындап, әлемнің тәртіп тұрақсыздана бастаға түсуде. Әрбір ұрпақтың атқаратын өз міндеттері бар. Мен және менің замандастарым еліміз үшін қолдан келгеннің бәрін жасадық. Ендігі ұрпақ бұдан да жақсы қызмет етсін, жаңа жетістіктерге жеткізсін. Біз жасаған жұмыстың нәтижелері өздеріңізге белгілі. Әлем өзгеріп, жаңа буын келе жатыр. Бұл табиғи процесс. Олар өз заманының проблемаларын шешетін болады. Сондай-ақ елімізді одан әрі өркендету үшін бар күш жігерін жұмылдыруға тиіс. Әлеммен бірге бізде өзгеруге тиіспіз. Жас қазақстандықтарға айтарым: тәуелсіз Қазақстанымызды, ортақ отанымызды, мәңгілік елімізді сақтай біліңіздер. Бұл біздің халқымыз, біздің ұлы бабаларымыздың жері. Отанымызда, жерімізде бәрімізге біреу. Халқымыздың достығы мен бірлігін, бір-бірімізге деген сенімді сақтап, еліміздегі әрбір азаматтың төл мәдениеті мен дәстүрін құрметтей біліңіздер. Сонда ғана біз мықты болып, сын қатерлердің бәріне төтеп береміз. Сонда ғана біз өркендейтін ел боламыз. Құрметті қазақстандықтар, менің сүйікті отандастарым, мен бүгінгі сөзімді сіздердің әр қайсыңызға арнап отырмын. Еліміздің алдында ауқымды міндеттер тұр. Жетістікке жететінімізге сенемін. Мен Қазақстанның болашағын қалай елестетемін бүгін. Болашақ қазақстандықтар білімді, үш тілде сөйлейтін, еркін адамдардың қоғамын қалыптастыратынына нық сенімдімін. Олар әлемнің азаматтары, олар дүниені шарлайды, олар жаңа білім алуға құштар, олар еңбексүйгіш, олар өз елінің нағыз патриоттары. Қазақстан 2050 жылы жалпыға ортақ еңбек қоғамына айналады деп сенемін. Бұл бәрі де адам игілігі үшін жасалатын экономикасы мықты мемлекет. Оның білім саласы да, денсаулық сақтау саласы да үздік болады. Онда бейбітшілік пен тыныштық салтанат құрады. Азаматтары еркін әрі тең құқылы, ал билігі әділетті болмақ, мұндай елді заң үстемдік етеді.
Мен дұрыс жолмен келе жатқанымызға кәміл сенемін. Бізді тура жолдан ештеңе де тайдыра алмайды. Егер біз күшті болсақ, бәрі де бізбен санасады. Егер біз әлде қандай күшке немесе басқа біреуге үміт артсақ, қол жеткізген жетістіктердің бәрінен айырыламыз. Сүйікті отанымыз Қазақстан жасасын. Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты истории нашего государства, которые мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение мое особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Вспомним те времена, которые мы пережили, как пала Советская империя, оставив нам неразберуху, душевную смуту, разрушенную экономику и политику. Тогда внутренний валовый продукт сократился вдвое. Не хватало продовольствия, товаров первой необходимости, сплошная безработица. В одночасье, потому что остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил настоящий коллапс. Это был вызов, и мы этот вызов приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития. Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы, модернизация всех институтов общества. Легко сказать все это, а как это делалось, в каких сложных условиях, какими эмоциональными, нервными перегрузками, это знаем только мы, мое поколение. Мы все это делали во имя создания современного демократического государства Республики Казахстан. Понимая, что нельзя было построить демократические институты при слабой экономике и бедствующих гражданах, мы во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния граждан. Вот почему родился тезис «сначала экономика, потом политика». В результате этого нам удалось поднять объем экономики 15 раз. Это с учетом девальвации, которые проходили, а доходы населения в 9 раз в долларовом выражении, что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз, то есть всего на 3,5% сейчас. Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007-2012 годов. Казахстан перешел от аграрной экономики к промышленно-сервисной. Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе страны. За счет всех сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев, который помогал нам преодолевать кризисы, помогал в трудное время обеспечивать социальное самочувствие казахстанцев. Сейчас Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира. Построен новый инфраструктурный каркас страны. Автомобильными железнодорожными дорогами связаны все регионы страны сегодня. Авиационные маршруты дают нам возможность открывать для себя новые уголки мира. Это мы сделали впервые в истории нашего Казахстана. Казахстан сегодня стал крупным государством не только по территории, это 9-я территория мира. Сегодня у нас уже более 18 миллионов человек жителей, недалек рубеж, когда нас будет 20 миллионов человек. Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель этой программы – войти в число 30 самых развитых стран. Это великая цель. Именно такие цели надо ставить и достигать их. Тогда мы достигнем больших успехов в деле улучшения
качественного благосостояния нашего народа. Мы с вами сумели на руинах бывшего СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического, многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили наш Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас теперь есть свой флаг, свой гимн, свой герб. В самый непростой период 90-х годов мы начали подготовку специалистов по программе «Болашак», чтобы дать молодежи достойное образование, возможность изучить мировую практику, принести пользу в стране. За счет этой программы десятки тысяч молодых людей обучались, вернулись в страну и работают сегодня на страну. В мире бушевал кризис, а мы создавали в Астане университет мирового уровня, строили интеллектуальные школы для талантливых детей. Выросшие в годы независимости молодые люди, уверенные, ценят заботу своей страны о них. Они птенцы гнезда нашего независимого Казахстана. Я верю, они будут беречь и укреплять нашу страну, отдадут все свои знания, которые получили, силы делу процветания отчизны. Впервые в истории страны мы построили свою столицу. Сейчас Астана – это осязаемое олицетворение всех наших достижений и всех наших побед. Все это мы сделали, дорогие соотечественники, вместе. Все эти годы народ поддерживал меня на всех выборах. Я получал самые высокие показатели поддержки избирателей на всех 7 выборах, на которых я избирался высшим руководителем страны. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, которая поручил мне возглавлять страну в эти самые сложные времена. Огромное спасибо вам, моему народу, за это. Я низко кланяюсь всем вам. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии, здоровья, времени. Вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать ваше доверие. Для меня не было высшей награды и признания, чем то, что вы мне доверяли. Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента и Эльбасы, лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии Нур-Отан, членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну. До конца своих дней буду с вами, буду служить. Заботы страны и народа остаются моими заботами. Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента и его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем Сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским, китайским, французским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны. Работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, его экономику, политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг как дипломата и доверием к Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный, поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю,
что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном. Дорогие соотечественники, мы все видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, новые глобальные технологические, демографические вызовы. Нестабильность мирового порядка мы наблюдаем каждый день. Как это всегда повелось, каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Пусть следующее поколение сделает лучше, сделает краше наш Казахстан. Результаты нашей работы вам известны. Мир меняется, приходит новое поколение. Этот процесс естественный и неостановимый. Это поколение будет решать проблемы своего времени. Мы решали своего времени. Пусть постараются ради страны, ради народа, чтобы жизнь людей была еще лучше, чем при нас. Вместе с миром меняться должны и мы. Я сейчас хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев. Берегите независимый Казахстан, нашу общую родину, Мәңгілік ел. Это наш народ, земля наших великих предков. У нас с вами одна родина, у нас с вами одна земля. Берегите дружбу, единство нашего народа, наше взаимное доверие, уважение к культуре, традициям каждого гражданина страны. Мы это сделали, и у нас учатся, как быть стабильным, как жить вместе в многоэтническом государстве. Только выполняя эти постулаты, мы будем сильны, мы победим все вызовы. Только так мы будем процветать. Уважаемые казахстанцы, мои соотечественники, сегодня я обращаюсь к каждому из вас и представляю перед своими глазами. Я объездил весь огромный Казахстан. Я побывал во всех регионах, во всех районах и селах. Мы с вами встречались. А может и не встречались, но я всех вас вижу, знаю и представляю. Вы меня знаете. Перед страной сегодня стоят масштабные задачи. И я уверен в нашем успехе в будущем. Я хочу сказать о том, каким я вижу Казахстан будущего. Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество образованных, свободных людей, говорящих на 3 языках. Они граждане мира, они путешествуют по всему миру, они могут учиться в лучших учебных заведениях. Они открыты новым знаниям и впитывают в себе эти знания. Они трудолюбивые, они патриоты своей страны. Я убежден, что Казахстан будущего – это общество всеобщего труда, ибо без труда невозможно достигнуть успеха, богатства и обеспечения семей. Это государство с сильной экономикой, где все делается для человека, и где лучшее образование, лучшее здравоохранение, и где царит мир и спокойствие, и где граждане свободны и равны, а власть справедлива, там, где есть верховенство закона. И я верю, что мы движемся правильным курсом. Ничто не может сбить нас с верного пути. Если мы будем сильны, с нами будут считаться. Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутое. Уважаемые казахстанцы, полагаю, что наступил момент для подписания мной соответствующего указа. Позвольте мне зачитать. Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постановляю, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, прекращаю с 20 марта 2020